қандай жаман әдет, тәуелділік немесе ауыр эмоция өздігінен кеткенін байқадыңыз? Жаман әдет өтірік айту. Өзім байқағаным, анда сетевойда жұмыс істейміз ғой, біз қосып әңгіме айтамыз да. Сол бірінші Ақша алу үшін. ақша алу үшін. Сетевойда қосып айтасың ғой. Ол мынандай болып тұрса, оның үстіне қосып жібересің. Или болмаса результатты қосып айтып жібересің. Сондай өтіріктерден мен алшақ болуды бірден тоқтаттым. Сол келді маған. Керемет. То есть өзің алдыңда, Құдайдың алдында өтірік айтпау. Осыны ең мені қинайтын нәрсе осы тұғын. Қалай өтірік айтпасам болады деп. Енді адамдар қазір ақша табу үшін, біреуді подписка жасау үшін айтып ақша үшін өтірікке кіріп кетеді. Сол кіріп кеткен шекараңызды сіздің ішіңізден байқадыңыз. Керемет. Бұл өте керемет дүние, бұл адамның өміріне үлкен өзгеріс беретін шекара.